Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен сіздерге қазір сарайдың ішін кейінгісін көрсетейін, алдында дейінгісін көрсеткен едім. Енді мынау кейін өзбектер мынаның ішін дейтін төрт өзбек воскресенье күні келіп, кеше төртінші күні келіп бітіріп кетті. 5 күннің ішінде төрт өзбек осылай полностью ішін бәрін майлап, стяжкасын бәрін құйып, сықитып жасап кетті. Алла разы болсын оларға. Бұлар осыдан бір 4 ай бұрын ба 5 ай бұрын төбемізді осы Тавос сарайдың төбесін жауып кеткен болатын. Сол кісілерді біздер қайтадан осы ішін жұмысын жасатып алдық. Мына жерден бұйырса бөлінеді. Балаларға кішкене спальня болады. 4,5-да 4 па сондай спальня болады. Одан бер жағы сосын 8,5-да 6 сарай болады. Зал болады бұйырса. Зал гостиный болады. Содан кейін ар жағы мына жерде кішкене кіреберіс коридор, ана бұрышта туалет, ванный деген сияқты, мына жер кухня. Солай біздерде осылай бұйырса үлкен сарайымыз бар. Аллаға шүкір. Қазір бізде бұрын құдық болған болатын. Сол құдықты біздер енді погреб қылып ішіне алып қойып, мына жақ енді дейтін гараж біздерде зың іші дейтін. Осылай үлкен гараждың өзі, жалпы сарайдың аумағы біздерде 30-да 6. Ұзындығы 30, ені 6. Мына біздерде гараж, осы жерде стол, стульялар қойып, арасында жолдасым, достарымен осы жерде отырады. Мына біздерде Торханның бар отысы. Осылай біздерде қыздар. Мына жерде сарайдың гараждың ішінде яма бар, обязательно машинаның астына қарайтын. Ішінде осылай заттар сақталған, оның бәрін шығаратын боламыз. Міне біздің сарайдың көрінісі. Ұнаса лайк қойып, маған тіркеліп кетіңіздер. Одан кейінгі ішін Евросында көрсететін боламын.